Бұл оқиға 2004 жылдар болған. Кейіпкер жас қыздарға айтар ақылым деп өз басынан өткен оқиғасымен бөлісуде. Үйдің үлкені болған ауыр жүк екен. Бәрін мойныңа артып, өзің би өзің қожа болып шыққаныңды білмей қаласың. Өзіңнен кейінгі бауырларыңа әке шешеңе ата-ана болып қалыптасып кетеді екенсің. Әкемізден жастайымыздан қалған соң өмір ағымы мен анама әке шешесі болып, артымдағы бауырларыма ата-ана қалай болып қалғанымды білмей қалдым. Үйдің барлық шығынын мойныма көтеріп өзім ақша табуға кірістім. Анам әкем қайтыс болған соң жұмысқа жарамсыз болып қалды. Ал мен соңымнан ерген бауырларымды жетілдіруім керек еді. Ерте есейіп кеттім. Ақша тауып үйді асырап отырғаннан кейін алдыңа ақыл айтып келген кез келген туысыңды жайпайсың ғой, тыңдамайсың. Қалай тыңдайсың? Жаның қысылғанда келіп көмектеспегенде. Ол кезде бәрінің өз шаруасы болып қалады, қолы тимей кетеді. Иә, ренжуге хақымыз жоқ, бірақ сонда да көңілің қалады екен. Бұл бөлек әңгіме. Сонымен 2004-тің күзі ақшаны өзім тауып, бума-бума ұстаудамын. Осы ақшаның буымен жүріп бір түнде бұзылдым. Арымды сақтай алмадым. Көрсе қызар бір жігіттің уысына түсіп, бір түнде арымнан айрылдым. Қайғырған мен жоқ, ол жігіттен кейін келесілерін перчаткаға ауыстырдым. Біреуінің сөзі ұнамаса, біреуінің көзі ұнамайды, біреуінің аяғы қисық, енді біреуінің көзі қисық. Солай жүргенде Асқат есімді жігітпен түнгі кафеде таныстым. Екеуміз де бөлек-бөлек келгенбіз, әркімнің өз достары бар дегендей, билеп жүріп танысып, артынан төсекте табыстық. Асқат басқа өңірдің жігіті еді. Алматыда жалдамалы жұмыста жүрмін деді. Бір тоба ауылының жігіттерімен пәтер жалдап тұратын болып шықты. Менің жұмысым бар екенін естіп, 100 грамм ішке барған соң қайда жасайтынымды айтып салғамын ғой. Сол түні бірге өткізіп, ертесі таңертең кетіп қалдым. Мен үшін Асқат бір түндік жігіт қой деген ой ғана болды менде. Келесі күні ауыздан перегар ұрып ұйқым келіп отырсам, мәссаған Асқатым келіп тұр. Түс ауа жұмыс орныма. Амандық саулық сұрасып, қайдан жүрсің деп қоямын. Түнді бірге өткізгенмен шаруам жоқ. Жігітім жылп-жылп етіп, кешке тағы кездесуге шақырды. Түр десе түрі бар, келбетті қара торы кең иықты жігіт. Бір сөзбен айтқанда сындым негізі. Менде анау-мынау қыз емеспін. Бойшаң аққұба келген, толық бөксем кез келген еркектің есін шығаратын кербез арудың бірімін. Бірақ сол күні кешке бара алмаймын деп бірден айттым. Баратын түрде ұйқымда келіп әрең отырған едім. Қимай қош айтысып, ертең хабарласамын деп кетті. Жанымдағы қыздар аң-таң. Асқаттың келбетіне олардың да көзі тояр емес. Сол күні үйге келіп талып ұйықтадым. Денемді умаждағанда ауырып қалған ба, әрем сүйретіліп келдім. Анамның болса ештеңемен шаруасы жоқ. Қолына ақша ұстатсам болды, мәз. Қол телефонымыз болғанымен нөмірлерімізбен алмаспаптық. Оған қам жеген жоқпын, бірақ айттым ғой, жігіттерді сапырып жүрген кезім еді. Ертесі ауырып жұмысқа шықпадым. Бір тұрсам түскі уақыт екен. Анамның дайынасын болар-болмас іштім де қайта жаттым. Кенет телефонымның шырылынан ояндым. Дауысым қарлығып әрең шықты. Арғы жақтан мен ғой Асқат, жұмысыңа келсем жоқсың деп балаша мәз. Ауырып жатыр едім деп қысқа қайырмақшы болғаныммен, адресің қай жерде, сені көргім келіп тұр деп қиылды. Жарайды деп кешке кездесетін болып келістік. Тура айтқан уақытынан 1 минутта кешікпей келіп алып кетті. Мені көргеніне қуанышты екені жүзінен байқалып тұр. Оңаша жерге барып тамақтандық. Шынымды айтсам, түнде төсектес болғанымызбен әңгімелесетін ортақ тақырып жоқ екен. Ананың басын бір шалып, мынаның басын бір шалып, қайта қонақ үйден бір шықтық. Әңгімелескенден гөрі денеміздің табысқаны екеуміз үшін де ыңғайлы екен. Тілімізден гөрі денеміздің іс-қимылы ортақ, бір-бірін жақсы түсінеді. Тағы бір түнім Асқаттың қойнында өтті. Асқатпен енді жиі-жиі кездесетін болдық. Олсыз бір түнімді де елестете алмайтын халге түстім. Ол да келуін тоқтатпай күнде кешке жұмыстан алып кетуін әдетке айналдырды. Мен болсам үйді мүлде ұмыттым. Арасында шешемнің құтырған қыз деген ұрсысын естіп алып, мен сендерді бағып отырмын деп өзім білемдіге салынып жүрдім. Қазір ойлап қарасам, бір айдан кейін отбасымды ғана асырап қоймай, Асқатты да мойныма іліп алыппын. Себебі араға 1 ай салғанда мені қонақ үйге емес, досының үйіне алып баратынды шығарды. Сылтауы
көңілді компаниямен уақыт өткізейік. Бұл компанияда мен және тағы бір қыз бала бар. Екеуміз осы жерде таныстық. Асхаттың Батыр деген досының қызы екен. Есімі Бақыт. Ол да мен сияқты күнде кешке көңілді компанияда уақытын өткізетін. 2 бой жеткеннен басқа 6 еркек бар. 6 еркекке күнде кешке қалай тамақ тасып жүргенімізді көрсоқыр көзіміз байланып қалғандай сезбей қалдық. Мен саудагермін. Бақыт білдей бір супермаркеттің бухгалтері. Ақша деген жетерлік. Оңды-солды шашамыз. Жігіттерімізден басқа жанындағы 4 еркекті де тойдырып ішкізіп жегізіп жүрміз. Нағыз қызық енді басталды. Сол күні саудам мүлде болмай, кошелегімде 1500 теңге ғана бар еді. Оның өзі сол уақытта біраз ақша ғой. Асхат құр-қол келгенімді көріп, ештеңе әкелмегенсің бе деген сыңай танытты. Ойымда ештеңе жоқ, күлі бір солардың дастарханнан күнде тамақ ішіп жүргендей сасып 1500 теңгем ғана бар, бүгін сауда болмады дегенім сол еді. Сыра алайық онда деп тұрып алды. Қалтамдағы соңғы ақшаға дейін құйылмалы сыраны алып, жігіттерді жалдамалы пәтеріне келдік. Аш қарынға ішкеннен соң ба жігіт масайып қалды. Оның мына түрін алғаш көруім. Сол күні Бақыт келмеген еді. Онымен құрбы болып кеткенбіз негізі. Жоқ болса іздейміз бір-бірімізді. Асхат мас болып ұйықтап жатқанда бетіме қарап отырған 5 жігітпен не істеймін деп үйге жиналдым. Қалтамда көк тиын жоқ. Асхаттың қалтасынан тексеріп көрсем дымда жоқ. Жігіттерден сұрай бастадым. Оларда мен әкелген sıрадан ұрттап алған. Ішінен Самат деген жігіт: "Жүр, ана бөлмеде күртешемнің қалтасында", деп мені шақырды. Ішім бір пәлені сезгендей, жоқ бармаймын деп бас тарттым. Сөйтсем, расымен арам ойын жүзеге асырғысы келіп, менің бармаймын дегеніме көнбей, қолымнан сүйрей жөнелді. Асхат, көмектесші деп жігітімді көмекке шақырғанымен оның еститін түрі жоқ. Жүрегім аузыма тығылды. Батыр десем, оның да көмектесетін ойы жоқ, сызылмай кіріп шық дейді. Жанталасып телефонымды шығарып қалтамнан Бақытқа қоңырау шала бастадым. Көтермеді. Осы сәтте қолымнан телефоным сырғып кетіп, жерге құлап тасталқаны шықты. Бәрі аш қасқырдай көздері менде. Мына иттен кейін кезек бізде деп тұрғандай. Жан дауысым шықты. Қолыма ілінген затты алып, сүйрешін ұра бастадым. Қалай дастархан басына жеткенімді білмеймін. Пышақ қолыма ілініп, өзімді өлтіремін деп айғай салдым. Сөйтсем, ұйықтап жатыр деген Асхатым, "Ой, кете берсін" деп басым бір көтеріп қайта ұйықтағандай болды. Жүрегім дүрс-дүрс етіп аузыма тығылды. Біткен жерім осы-ау деп шынымен өзімді сойып жіберуге дайын тұрдым. Менен мұндайды күтпеген жігіттердің бірі: "Құрсын, қоя бер Самат, пәлесінен аулақ кетсін" дегендерін анық естідім. Дірілдеген қолыммен пышақты өзіме тақап, қалай есікке бет алғанымды білмеймін. Үйден жүгіріп шықтым. Аяғыма тиер емес. Күнде асығып таксимен келетін жер маған енді қорқынышты көрінді. Түн жым-жырт, бір жан жоқ. Ойым үйде қалған 5 жігіт соңымнан қуып жетіп алмаса екен. Жалтақ-жалтақ артыма қараудамын. Қорыққанға көз көрінеді деп сырт еткен дыбыстан қорқып келем. Не бір жарық түспейді, алыстан көрінген жарыққа жетем дегенше бір талай жер екен. Ентігіп қашамын деп өкпем өшіп қалған. Тоқтамай келемін. Тоқтасам мені ұстап алатындарына сенімдімін. Бір кезде көліктің шамы түсті көзіме. Жан-жағыма қарасам, үлкен тал тұр екен. Бірден соның артына жасырындым. Мені байқап қалған болу керек. Тура тығылған жеріме келіп тоқтады. Дымым ішімде, үн жоқ тұрмын. Көліктен шыққан адамның қолында кішкене фонар бар сияқты. Жарығын жағып, мен тұрған жаққа бет алды. Қашайын десем, қуып жетіп алатыны анық. Қозғалмай қатып тұрып қалдым. Болмаса пышағымды не оған, не өзіме тығам деп тәуекелге бел будым. 1-2 қадам қалғанда жаңағы келе жатқан адам тұра қалып, сарылдаған судың дыбысы шыққандай болды. Ішімнен: "Дәрет сындырғалы тұрған екен ғой" деп ойладым. Шаруасын бітіріп, кері айналып көлігіне отырып зуылдап ары қарай кетті. Мен болсам деп талға сүйкеніп бір жаным қалғанына қуандым. Көзім жасқа толып кеткен, еңкілдеп жылап қоя бердім. Қанша отырғаным белгісіз, көзім ілініп кеткен екен. Біреулердің ей деген дауысынан шошып ояндым. Таң енді атып келе жатқан болу керек. Мен алыстан байқаған 2 қыз дауыстарын шығарып дыбыс білдіріп талға қарай келе жатқан көрінеді. Атып тұрып, екеуіне қарай жүгірдім.
Қолымдағы пышағымды тас қылып әлі жібермеппін. Екеуі сескеніп қалды. Бірден түсіндім де, қыздар, көмектесіңдерші деп тағы жылап жібердім. Қолыңдағыны тасташ, біз қорқамыз, деді батылдау біреуі. Көмектесіңдерші деп мен де қояр емеспін. Көмектесеміз, тек пышақсыз келші деп өтінді. Дұрыс қой енді, қорықпай қайтсын. Түрден түр жоқ, шашым алба-жұлба, жылағаннан краскымның бәрі ағып кеткен, үстім болса шаң-шаң. Екеуіне сендім бе, әлде айдалада жүріп шаршадым ба, қолымдағыны лақтырып жібердім. Олар да маған жақындап келеді. Жаныма жақындай қалғандары сол еді, біреуін қалай құшақтап алғанымды білмеймін. Құтқарыңдаршы деп тағы тоқтамастан жыладым. Қыздар жай сұрасып, көмектесеміз деп мені жұбатумен әлек. Телефоным болса жоқ, екеулеп жатып мені аялдамаға әкелді. Бірақ шынымды айтпадым. Өтіріктен күйеуімнен қашып шықтым, анамның үйіне барамын дедім. Таксиге ақшалары жоқ екен, мен айтқан адресім бойынша автобуспен жеткізетін болды. 2 ауысыммен әрең дегенде үйге жеттім. Екеуін кіргізе алмайтынымды анық үйге. Үйімнен бір көше кейін түсіп, басқа аулаға кіріп, қазір итті қамайын бос жүр деп жоқ болдым. Ары қарай екеуімен не болғанын білмеймін. Күтіп кетіп қалған болар деп топшылаймын қазір. Бұл кезде ойланатындай шамам болмады. Анама не деп ертіп барамын? Жаңағы көрші ауылдағы үйге талай рет сүт алуға барғанмын. Сондықтан басқа жаққа қалай шығып кететінімді беске білемін. Үйге келе сала ешкімнің көзіне түспейін деп бірден бөлмеме кірдім. Кіре сала төсегіме сылқ етіп құлап, жастықпен бетімді басып, ешкім естімесін деп тұншыға жыладым. Өзімнің қорланғанымды түсініп, неше түрлі ой кетті. Өмір сүргім келмей, өзімнің осы күнге дейінгі кешкен өмірімнен жиіркеніп кеттім. Саудамды бір аптаға тоқтатып қойдым. Баруға жыланем жоқ. Анам түсінер емес жағдайымды. Оған айтуға менде бет жоқ. Бір аптадан соң бар күшімді жинадым да жұмысыма бардым. Барсам, қыздар Асхаттың қайта-қайта іздеп келгенін айтты. Оны естіген менің мазам кетті. Не болса да келсін көрейін жүзін ұятсыздың деп шештім. Сол күні емес, ертесі саудам қайнап жатқан кезде жігіт дым болмағандай адам аяғы азайсын дегендей анандай жерден бақылап тұр екен. Көзім шалды. Оны көрген менің есім шығып, қол аяғым қалтырап, ешкімге білдірместен саудамды жасай бердім. Жұрт азайдау дегенде жаныма келіп, бетсіз түрімен ыржиып сөйлеп жатыр. Қалай шыққанын білмеймін. Қараңды батыр дедім. Не болды жаным деп мүләйімсейді. Не болды дейсің бе? Деген жан дауысым бүкіл сауда орнын алып кетті. Жоғал деп айғайлай бердім. Көрші бутиктегі қыздар келіп, мені тыныштандырғанда барып есім жидым. Анау есуас болса, әлі дым білмегенсіп мақұлық болып тұр. Қыздарға милиция шақырыңдаршы деп жалындым. Олар түсінер емес. Кеше ғана жігітім деп таныстырған жігітімді бүгін жау көріп тұрғаныма. Сонымен жігіт қарасын батырды. Сол кеткеннен мол кетті. Осы жағдайдан кейін менде түнгі қыдыруымды қойдым. Алла тағала маған бір белгі бергендей болды. Сол түнді 20 жыл өтсе де есіме түссе денем түршігеді. Егер де пышақ алып қашпағанымда не болар еді білмеймін. Базардағы сауда орнымды ауыстырып, басқа жерге ауыстым. Бірде милиция қызметкерлері келіп, қалай тапқандарын білмеймін, маған Асхаттың суретін көрсетіп тұр. Сөйтсем, мен сүйген сері жігіт нағыз Альфонстың өзі екен. Талай қыз келіншектер зар қақтырып, алтыны бар ма, ақшасы бар ма тонаған дейді. Енді үстінен іс қозғалып, іздестіріліп жатыр екен. Басымнан өткен жағдайды айта алмадым. Арамызды үзгенбіз. Қазір қайда екенін білмеймін дей салдым. Қазір ойласам, неге сол кезде тұратын жерін көрсетпедім деп өкінемін. Менен кейін тағы қанша қыздың көз жасына қалды екен. Мен өзімнің жағдайымды ойлап, ешкімге тіс жармастан ары қарай өмірімді жалғастыра бердім. Ал қанша қыздың өмірін қыршыннан қиғаны бір Аллаға мәлім. Жазаланды ма екен деп соңғы уақытта көп ойланамын, бірақ кезінде жазасын алуға септігімді тигізбедім. Алдамшы өмірге алданбай, қыздарға айтарым, өздеріңнен басқа ешкімге сенбеңдер. Біздің уақыттағы жігіттердің өзі оңбаған еді. Әй сендердің замандағыларың да солардың үрім бұтағы өзгере қойған жоқ-ау. Обал дегенді түсінсе жақсы. Жолдарыңда Асхат секілді жігіт кездессе, ештеңеге қарамастан қашыңдар. Махаббатқа мастанып, өздеріңді алдамаңдар. Альфонстың бірде-бір белгісі алдап сулап сенен ақша шығару. Қалай ақша сұрай бастайды жігіттерің?
араларыңды үзіңдер.